Армысыз оқырман, арнама тіркеліп қолдау білдіре отырыңыз. 7 түнде аулаға көлік келіп тоқтағанда үйдегілер үрпейісіп қалды. Бұл кім болды екен, деді Сара, перденің шетін жаймен ысырып тұрып. Не болды соншама, терезеден сығалап, деген қуаныш әйеліне жекіріп қалды. Кім болса да кірген соң көрерміз. Күтіп отырған қонағымыз жоқ. Тыныштық болар әйтеуір, деген Сара орнынан қозғалып есікке қарай жылжыды. Ақырын есік қағылды. Осыны күтіп тұрғандай Сара ілмекті ағытып жіберді. Есік айқара ашылды да үйге күздің салқын лебі лап етті. Салқын леппен бірге табалдырықтан бірнеше аяқтың ішке аттағаны. Алдымен бас сұққан жігіт ағасы «Ассалаумағалейкум» деді бір қалыпты дауыспен. Қуаныш ағаның үйі ме екен деп басын көтерді де үйдің ішін көзімен бір шолып өтті. Көз жанары көрпе үстінде қисайып жатқан Қуанышқа тоқтады. «Уағалейкум ассалам, мен боламын» деген Қуаныш орнынан көтерілді. «Үйіңізді дәл тауыппыз, құдайы қонақпыз» деген жігіт ағасы «Кіремін бе кірмеймін бе» дегендей сұраулы жүзбен қарады. «Құдайы қонақ болсаң төрлет, қандай қонақ болса да есігіміз ашық» деген Қуаныш бері қозғалып қолын бері амандасты. «Әй, не қарап тұрсың? Естімедің бе, қонақпыз деген жоқ па? Көрпе сал» деп әйеліне шытынай қарады. Сара зып етіп сандықтың үстіндегі құрақ көрпелерін жая бастады. Келген қонақ 3 адам екен. Сөз бастап келген жігіт ағасымен жасы 40-тан асқан, етжеңді аққұба әйел және талдырмаш бойлы аққұба өңді бой жеткен. Анасы мен қызы екенін аңғармау мүмкін емес еді. Жігіт ағасымен әйел төрге қозғанмен бой жеткен есік алдында тұрып қалды. «Не істеп тұрсың? Кел бері» деп дауыстады әйел артына бұрылып. Даусы зілді еді. Бет-әлпетінен қаталдықтың табы білініп тұрғандай. Қыз қипақтап тұрды да амалсыз ілгері аттады. 1-2 қадам жасады да әйелдің етегін ала отыра кетті. Үйдің ішінде үнсіздік орнады. 1-2 минуттай өткенде үй иесі «Дастарханыңды қамдасаңшы» деп Сараға қарады. Кейін басын кері бұрып жігіт ағасына көзін тастады да «Алдыңды қараңғыға сап келіпсіңдер. Сірә күттірмейтін шаруа болар. Түріңе қарап танымадым. Таныстыра отырсаң» деді. «Дұрыс айтасыз. Үлкен шаруамен келген жайымыз бар» дей бергенде қасындағы әйел «Асқар деген балаңыз бар ма?» деп қойып қалды. «Жеңеше, келістік қой. Мен айтып болайын. Сосын өз ойыңызды айтарсыз. Аға, мәселе балаңызда болып тұр. Ұятты іс жасапты. Мына қарындасым жүкті болып қалыпты» деп сөзді төтесінен бір қойды. Қуаныштың түрі сазарып шыға келді. Бірақ аузына ешқандай сөз алмады. Әрі қарай айта бер дегендей жігітке қарады. «Аға, қысқа сөзді ұзартып қайтемін. Алдыңызға келініңізді әкеліп отырмыз. Балаңыз қолмен жасағанды мойнымен көтерсін. Әулетіміздің шешімі осындай болды. Балаңыз да кінәлі. Қарындасым да қателікке бой алдырған» деді. Жігіт сөзін аяқтаған соң манадан тырысып отырған әйел «Менің далада жатқан қызым жоқ. Абыройын төктіріп қарап отыра алмаймын. Жүктетті ме алсын. Мына бейбақтың аузынан сөз шығар емес. Өзімен кездесе алмадым. Оқуына барып едім, таппадым. Балаңызға хабар бересіз бе? Өзіңіз барып сөйлесесіз бе? Ол жағында шаруам жоқ. Мына қыз осы үйде қалады» деп шап ете қалды. «Ойбу, не дейді» дей берген Сараға Қуаныш алара қарады да «Тоқтат» деді. Сара үнсіз қалды. «Балам кінәлі болса көтереміз. Балам үйде қылығы түзде» демекші, баламның мұнысы дұрыс болмапты. «Жақсы тәрбие бердім десем, жерге қаратқанын қарасаңшы. Баламмен өзім сөйлесемін, жөніне саламын. Уайымдама» деп жігіт ағасына қарады. «Сөз саптауыңыз қонымды екен. Түсі игіден түңілме деген. Кіргеннен ақ айбынды екеніңізді аңғарып едім. Түсінгеніңіз үшін рахмет» деп жігітте жауап қайтарды. «Келген еліңмен руыңды айта отыр. Таныстық білістік болған дұрыс болар. Әй, дастарханың не болды? Қазан ас.
Келінің келіп жатыр, деді Сараға зілді дауыспен. Аға, ет жеп отыратындай уақытымыз жоқ. Ертемен жұмысқа кетуім керек. Жеңгем қол қалаған соң жолға шыққанмын. Саға ауылынан боламыз. Атым Жомарт. Руымыз Адай. Сол ауылдың байырғы тұрғындарымыз. Мына кісі жеңгем. Келініңіздің анасы. Болашақ құдағайыңыз. Ағам ауылда қалған. Малжан бар дегендей. Өзіңіз де малмен отырған соң түсінетін шығарсыз деген Жомарт орнынан қозғалақтап қойды. Қуыс үйден құр шықпа демекші, ет жеп отыра алмасаңдар да қойылған шайдан ауыз тиіңдер. Екі кештің ортасында келінді боламын деп ойламаппын дей бергенде манағы әйел сөзге араласты. Балаңызға дұрыс тәрбие бермесеңіз осылай болады. Қызды жүкті етіп, тайрандап жүремін деп ойламасын. Полицияға барып арыз жазғым келгенімен, мына қыздың әкесі жібермей қойды. Сорлы бейбақ, сорлатып жібергенім дұрыс еді деп кіжініп қояды. Жеңеше, болар енді. Ағамның айтқанын ұмыттың ба? Құдандасар жандармен бет жыртыспа демеп педі. Қарындасымнан да ағаттық кетті. Сөз ұшықтырмай жүрелік деп басу айтты. Бұл қызда не кінә бар? Сүйемін күйемін деп басын айналдырғасын, елтірмей қайтсын. Ашуымды келтірмей, айтарыңды батырып айтып тастасаңшы. Маймөн келеп отырмай деп ысылдай бастады. Аға, енді отыратын болсақ, айқай басталып кетер. Біз жүрелік деп орнынан тұра бастады. Осы кезде манадан үнсіз отырған қызға тіл бітті. Жомарт аға, апа, өтінемін, мені тастамаңыздаршы, қалғым келіп тұрған жоқ деп жағаласып орнынан тұра бастады. Әй сорлы, қайда бармақшысың? Шермеген ішіңмен кімге сиясың? Қаласың болды деп анасы зілденді. Даусында бір мейірімділік жоқ. Тап құдды бір бүденге сөйлеп тұрғандай. Қыздың иегі кемсеңдей бастады. Бет жүзін жас жуып кетті. Мұны көрген қуаныш Сараға баланы жұбатсаңшы деп иек қақты. Манадан ешбір сөзге араласпай тұрған Сара қыздың қасынан табылды. Қоя ғой балам, деп бауырына басты. Жомарт та қастарына жақындап, Анаржан, біз жүрелік, жылама қарағым. Жеңгемнің мінезін білесің, бағың ашылсын деп арқасынан қақты. Анардың жылауы үдей түсті. Ботасынан айырылған бозінгеннің зарындай тоқтар емес. Жомарт та анасы да артына бұрылмады. Қандай тас жүрек еді деп ойлады Сара Анарды құшақтап тұрып. Көлік орнынан қозғалып кетті. Үй ішінде тыныштық. Не болды, не қойды? Бәрі аяқ астынан болғасын ба, қуанышта Сарадан не істерлерін білмей тұрып қалды. Әп-сәтте орын алған оқиғадан ес жияр емес. Көрпе шетінде бір үсіп Анар отыр, арасында өксіп қояды. Бір мезгілде барып Қуаныш Сараға қарап, баланың қарны аш болар, тамақтандырсаңшы, ас ауқатын бер, мен әлгі жүгермекке хабарласайын деді. Ертеңіне ауылда су жаңа өсек жүріп жатты. Өздерінен сыбыс болмағасын аяқ басуға Қуаныштың ызғарынан қаймықты ма, үйге жолаған жан болмады. Кешке көлікпен Асқар да жетті. Аудан орталығында тәжірибеден өтіп жатқан болатын. Әкесі шұғыл жет дегеннен артық сөз айтпады. Табалдырықты аттады да тұрып қалды. Анарды көремін деп ойламаған. Бірден әкесінің қаһарынан қаймықты ма, ал балам, келіншегің құтты болсын. Келінім жарады, баламды өз аяғымен іздеп келді деген Қуаныш баласына мысқылдай қарады. Асқар үнсіз, басы салбырап кеткен. Ұрланып әкесіне бір, анасына бір қарап қояды. Келіннің көзінше шу шығарғысы келмеді ме, Қуаныш одан артыққа бармады. Есіктің алдында тұрмай төрлетсеңші. Енді бір үйдің иесі болған жоқсың ба? Әлде келіншегінен қорқып тұрсың ба? Келін қарағым, ендігі жерде қашатын болса, бірден маған айтарсың. Сирағын қағып алайын деп, қарағанда жүзінде сұстың тап ойнап тұрды. Асқар мен Анар бір ғимаратта оқығанымен мамандықтары бөлек еді. Қыз бен жігіт болып араласса да, ортақ таныстарымен бірге қыдыратын. Келе-келе кездесулері көбейіп, жақынырақ сөйлесе бастады. Мамырдың 8-і Анардың құрбысының туған күні болатын. Туған күнді атап өтпекші болған жастар жағы жалдамалы пәтерге жиналды.
Басында шырынмен тойлатқан отырыстың соңы шарапқа ұласты. Осы кеште Асқар мен Анар жақындасып қойған еді. 3-ші курсты аяқтап, ауылдарына жазғы демалысқа кетті. Анар да, Асқар да еш нәрсеге бас ауыртпады. Себебі Анар өзінің жүкті екенін білмеген болатын. Қыркүйек келіп жаңа оқу жылы басталарда, Анар өзінің толысқанын аңғарса да, артық ойлап жатпады. Жатақханаға оралғанда, қасындағы құрбысы Анарға таңырқай қарады. Доп-домалақ болып толысып кетіпсің. Жүктемессің бе дегенде, Анардың жүрегі сырқ ете қалды. Етеккірінің соңғы рет қашан келгенін есіне түсіре алмай әуре болды. Анар, сен қызық екенсің. Өзім бірнеше ай түгіл, бір күн кешіксе уайымдап боламын. Мынауыңа жол болсын, деді құрбысы таңырқай қарап. Менде бұрыннан осылай. 2 ай келмей 3-ші ай келуі мүмкін. Қой, қалай жүкті боламын деп ойланып қалды. Есіне мамырдағы оқиғаның оралғаны. Басын ұстап отырып қалды. Маржан, мен құрыдым. Менің жағдайым бітті. Анам білсе өлтіреді. Мен құрыдым дей берді. Не болып қалды? Не болды, деді құрбысы, Анардың түрінен шошып. Адамды қорқытпашы. Жаңа ғана дұрыс едің. Есіңе бірдеңе түсті ме деп бастырмалатып жатыр. Маржан, шынымен жүкті шығармын деп мамырдағы оқиғаны баяндады. Енді қалай білуге болады? Қалайда алдырып тастауым керек. Үйдегілер білсе оңдырмайды. Асқармен де сөйлеспейміз. Мамырдан кейін кездескен емеспіз деп Маржанға күйзеле қарады. Шарасыз халде еді. Жүр, дәріханаға барып тест алайық. Сонымен тексерген дұрыс болар. Алдыру мәселесін сосын көрерміз, деді құрбысы сұрақтың жауабын тапқандай. Маржан, өтінемін, өзің барып келші. Жүруге жағдайымның болмай тұрғанын дей бергенде құрбысы, жақсы онда, өзім барып келейін. Сен тыныға тұр деп киіне бастады. 2 жолағы бар тест сызығын көргенде Анар өкіріп қоя берді. Маржан, мен құрыдым. Қалайда алдыруым керек. Қайда барсам болады деп еңкілдеді. Көз жасыңды тиді, ақылмен ойласаңшы. Жеке емханаға барып көрелік. Дәрігердің не айтарын естейік, тұр енді. Жылағанмен ештеңе өзгермейді. Болары болып бояуы сіңді. Баланы алдырамын деп шыққанша Асқармен сөйлесіп көрмейсің бе деп Маржан өз ойын білдірді. Оған не деймін? Маған сенеме дегенде Маржан ашуланып кетті. Сен көше кезген жеңіл жүрісті қыз емессің. Осылай болып қалды. Баланың қалай пайда болатынын білмедім демеші. Өзіңнен де бар. Алдартыңды ойламадың ба? Маған сенеме дегенің қай сасқаның? Барда сөйлес деп сөйлеп жатыр. Анар Маржанның сөзінен соң есін жиып Асқармен сөйлесіп көрмекші болып еді. Онымен Асқардың тобы тәжірибеден өтіп жатқандықтан оқуға қосылай қоймапты. Келесі ай келеді екен. Құрбысын ертіп емхана жағалады. Бәрі бір ауыздан бас тартты. Уақыты өтіп кетіпті. Асқардың келуін тосты. Сабаққа баруынан қалуы көбейді. Озат студенттің мұнысын түсінбеген кураторы бірден анасына хабарласқан. Анар ұстазының анасына қоңырау соққанын білмейтін еді. Ертеңіне алқынып анасы жетті. Жатақханаға келе сала Анардың жағдайын білді. Білді де айқай шығарып қызын сабап алды. Шашынан сүйреп ауылына алып келді. Аналар қалаға жақын ауылдық жерде тұрады. Алдындағы ағасы мен артынан ерген 2 бауыры бар. Әкесі де мінезді жан болғанымен, анасы одан асып түсетін. Көбек көкпектігі бетінен көрініп тұратын нағыз долының өзі еді. Аққұбай өңі қошиып, шақ-шақ етіп керіскенде алдына жан салмайтын. Тек әкесінен қаймығады. Қалған адамнан ықпайтын. Үйіне әкеліп, барлық мән-жайды білген соң, Асқар туралы білмек болып оқу орнына барды. Қайда тұратынын анықтап, қызын жетектеп әкелген беті болатын. Асқар Анардың жүктілігінен бейхабар болды. Әкесі қоңырау шалып тез жет дегенде алдынан мұндай жаңалықтың шығарын күтпеген еді. Сөз байласып, үйленемін деген қызы бар Асқар тығырыққа тірелгенін ұқты. Алмаймын деп айтуға әке қаһарынан қорықты. Енді қайтпек? Баласы келгесін анасы қазан асты.
Анарда өзінше қолғабыс еткен болып жүр. Шаруаға епті екені айқын көрінеді. Көлікке отырғанда қонаққа келерде артық ауыз киімін алмапты. Таңертең Сара ауылдағы жалғыз дүкеннен қолайлы халатты алып келген болатын. Кеше келгенде сырт киімінен көрінбеді ме, домаланып білініп қалған іші бар екенін халаты айқындап тұрғандай. Асқар ауық-ауық көз астымен Анарға қарап қояды. Шараптың буымен мас болып жасаған ісіне енді өкінгенмен пайда бар ма? Анарды жақсы танымайды. Қалай бірге тұрмақ? Басындағы мұң сұрақтың жауабын табар емес. Әсемге не дейді? Үйленейікші деп ұсынысын білдіріп қойды. Осы сенбіде әке-шешесіне таныстырмақшы болып отырған. Тіпті Әсемнің ата-анасымен де кездесіп қойып еді. Бітті. Әсем кешірші дей берді. Балам деген анасының сөзін күбірлеп отырып естімей қалды. Балам деді қайтара. Не болды, естімей қалдың ба? Шешең шақырып жатыр ғой деген әкесінің гүжілдеген даусынан селк етті. Жалт қарады да, ау апа деді. Сиыр сауға көмектесіп жіберші. Осы күні бұзаулар әл берер емес. Анаржан шәйнегін қайнаған соң құманыңды шығара берерсің. Бір идіріп алайын деп шелегін алып есікке беттеді. Асқар да соңынан ілесті. Анасы сиыр сауып отырып, балам, әкеңнің көзінше ештеңе дей алмадым. Мұның не? Біз саған осылай тәрбие беріп едік. Әкеңнің ашуы шегіне жетіп отыр. Тек Анардың көзінше үндеген жоқ деді. Өзім де білмей қалдым. Бірақ рет болып еді. Жүкті болып қалады деп ойламадым деген баласына. Әй баламай, болар затқа бірақ ретте жарайды. 5 жасар бала емессің, білмедім дейтін. Жасың болса 20-дан асты. Анасы Дойлдың өзі екен. Полицияға арыз бермекші болдым дегенде жүрегім зу етті. Әй баламай, сотталып кетсең қайтеміз? Аяғыңды абайлап баспадың ба? Қолыңмен жасағанды мойныңмен көтересің. Басқа амалың бар ма деп күрсінді. Тамақ желініп болған соң әкесі, ертең түске дастарханыңды дайындарсың. Үнсіз отырғанымыз жарамас. Ағайын туымаға хабар берейік. Ақылдасайық, құдаларға кешірімге барғанымыз дұрыс болар деп өз ойын айтты. Ешкім үндемеді. Онда осымен сөз тамам дегендей, қуаныш қияқ мұртын шиырып алды да асын қайырды. Орнынан көтерілді де теледидар алдына барып қисайды. Ағайын тума көрші көлемге дастархан жайылып қонақ етті. Құдалықты сөз етісіп, ойларын ортаға салды. Барар адамды сайлады да, келесі күні Асқар мен Анарды ертіп, кешірімге барып келді. Той туралы сөз қозғалмады. Аман сау босанған соң көрерміз деп жылы жауып қоя салды. Асқар тәжірибесіне қайта оралды да, Анар әзірге ауылда қалды. Осы жеті Асқардың тәжірибесі аяқталмақ. Сосын қалаға бірге барарсыңдар деп әкесі шешім шығарды. Қалаға келген соң Асқар бір бөлмелі пәтерді жалға алды. Жатақханадан киімдері мен кітаптарын тасыды. Базарға барып азық-түлікті жеткізді. Үйге келгенімен екеуі ара сөйлесуі аз. Бір-бірлерін танымайтын адамдай томсырайып отырады да қояды. Сабақтан кешігіп келетіні аз болғандай, кешкісін кешігуді шығарды. Үнемі жатақханадағы достарына қонып қалатын. Басында үндемейтін Анардың да тілі шыға бастады. Қайда кеттің? Қашан келесің деп қоңырау соғып, мазасын алатын. Жүкті әйелінің жағдайын ойламаған Асқар бірте-бірте қоңырауын да көтермейтін. Осылай жүріп Қарашаға жеткен болатын. Қар жауып, жердің бетін ақ-ұлпа етті. Бір күні кешкісін анасынан қоңырау түсті. Бұл уақытта да жатақханада отырған болатын. Балам, үйіңе қайтсаңшы. Анаржан телефон соқты. Үйге келуді қойды деп арызданып жатыр. Балам, ақылың бар емес пе? Әкең естімесін деп өзім хабарласып жатырмын. Балам, үйіңе қайт деп ақылын айтып жатыр. Елуді еңсерген анасының жас балаша жалынғанын алғаш рет естіген Асқар амалсыз орнынан көтерілді. Үйіне жеткенше ызадан жарылардай болды. Келе Анарға, анама неге қоңырау соғасың? Сенімен тұрғым келмейді. Осыны қалай айтсам деп жүредім. Естідің бе деп кіжінді. Мені де осыны қалады деп ойлайсың ба?
Даладан тапқан бала жоқ. Сенікі екенін өзің де білесің. Анаңа хабарласпасын десең, менің қоңырауымды алушы бол деп, көктенген Анардың бетіне шапалақ сарт етті. Беті ду ете қалды. Ыстық үтікпен басып алғандай қызып ала жөнелгені. Бетін ұстап отыра қалған Анар бақырып қоя берді. Оңбаған, енді ұруын қалып еді. Атама айтамын, көрде қал. Кет құры деп айқай салды. Асқар өзінің артық кеткенін ұқса да, безерген күйе төсекке барып қисая кетті. Анар бетін басқан қалпы кіреберісте отырып қалды. Бұл қандай өмір? Бала туылмай жатып осындай болсақ, туылған соң қалай тұрамыз? Менің арманым мен қалауым осындай ма еді? Қап, қателікке бой алдырғаным-ай. Үйіме қайтқаным дұрыс болар. Анам түсінбесе де әкем түсінер деген ойлармен Анар бір тоқтамға келді. Ертемен сабаққа бару үшін оянған Асқар үйден Анарды таппады. Ас үйдегі үстел үстіндегі тілдей қағазға менің де сенімен тұрғым келмейді. Өз үйіме кеттім деп жазып кетіпті. Арада 3-4 күн өткенде анасы хабарласты. Балам, әзірге ауылға келмегенің дұрыс болар. Әкең ашуға булығып отыр. Келсе, сирағын сындырамын. Көзіме көрінбесін деп сәлем айтты. Анардың анасы хабарласып, жер-жебірімізге жетті. Айтпағаны қалмады. Баламай, жерге қараттың-ау. Жасымыз жер ортасына келгенде естиміз дегеніміз осы ма еді? Тірідей күйдірдің ғой деп күрсінді. Арасында үхлеп қояды. Анасының аузынан шыққан сөзден қалай қиналып тұрғанын сезген Асқар артық ауыз сөз айта алмады. Апа, балаңыз осындай жетесіз болды. Ренжімеңізші. Оны сүймеймін, қалай тұрамын деп егіліп қоя берді. Әй баламай, қайтейін енді? Бір жағынан әкең, бір жағынан өзің деген анасы телефон тұтқасын қоя салды. Күндер сырғып өте берді. Бірінші семестр аяқталып, барлығы демалысқа кеткенде Асқар қалада қалды. Әкесінің келмесін дегені есінде. Анар да көрінбейді. Ортақ таныстарынан академиялық демалыс алғанын естіді. Ауылына кетіпті. Бар білгені осы болды. Ата-анадан келер ақша жоқ. Қаражаттан тарға бастағасын жұмыс қарауға шықты. Пәтерді тапсырып жатақханаға қайта көшті. Ауылдың жігіттерін жағалап жүріп құрылысқа орналасты. Қаһарлы қыстың суық күндері жылжып өтіп жатты. Асқарға ренжіген әкесі баласына мүлдем хабарласпады. Анасы арасында тығылып қал жағдайын біліп қояды. Осындай күндердің бірі кешінде аулаға тағы да көлік тоқтады. Қуанышта сарада елең ете қалысты. Кетер келін кетті, енді кім болды екен деген ой екеуінде шырмап өтті. Есік тарсылдап ала жөнелсін. Демде жеткен сара есікті ашқанда Жомарт пен Анарды анасын көрді. Кірейік пе деп сұрамастан алға жылжып өте берді. Сол кезде байқады, Анардың анасының қолына қыстырған түйіншегі бар. Түйіншектен гөрі көрпеге ұқсайтындай. Қолындағысын сараға ұстата салды. Көрпенің шетін ашып көрді де шошып кетті. Жаңа туған шақалақ. Қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Есенсіздер ме? Біздер тағы келдік. Бұл жолы келініңізді емес, немереңізді әкелдік деді күмілжіген Жомарт. Қызымды әкеліп едім, сидырмадыңдар. Барлық тауқыметті жалғыз қызым тарту керек пе? Қайда әлгі оңбаған Асқарларың? Көзіме көрінсе, оңдырмаспын. Бала сендердікі, сендер бағыңдар. Неге біз қиналуымыз керек? Жүр кетейік. Көрмегенім сендер болсын деп, шаңқылдаған Анардың анасы кері бұрылды да шығып жүре берді. Жомарт орнында тұрып қалды. Аға, айып етпеңіз, жеңгемнің шешіміне қарсы келе алмадым. Анаржанның босанғанына 3-4 күн болған. Сәл ертерек босанып қойды. Қан кетіп қалды ма, өзі отаға түсіп, әуреленіп қалды. Баланы ауруханадан шығарғанымен өзі отадан соң есін жинай алмай жатыр. Жеңгем ашуланып, осы жақтан бір-ақ шықты. Тағы да айып етпеңіздер, мен барайын деп қипақтаған күйі есіктен шығып кетті. Көліктің гүретіп оталғаны, одан әрі қозғалып бара жатқаны естіліп тұрды. Есеңгіреген екеуінің состиып тұрып қалғаны. Бір мезгілде
Сәбидің шар еткен дауысы естерін жиғызды. Ойбу, енді қайттым. Бұл баланы не беріп асыраймын деп шырылдаған Сара бөлмені шыр айналып кетті. Шар-шар еткен сәбиді жұбата алмай, ебіл-себілі шықты. Қуаныш көрші келіншекке жүгірді. Кеш болғанда әбігерге түскен екеуі балаға қосымша сүт іздеп, тағы сандалды. Айнала қоңырау соғып, жақында босанған келіншектен көмек сұрады. Бар болғыр көңілдерін қимай келіп көмектесіп кетті. Өзімен бірге қосымша сүтті де ала келіпті. Қалай беру керектігін көрсетті. Таң атқанша екеуі де көз ілмеді. Күн шыққан соң Сара балаға қажеттіні іздеп дүкенге шықты. Тапқанын алып, таппағанына тапсырыс беріп, үйіне келгенде баланың тағы да шырылдап жатқанын естіді. Дереу жүгіріп қолына алды. Қайда жүрсің? Көнер түрі жоқ, не істерімді білмей қалдым деп Қуаныш дауыс көтерді. Мен бір ойыншық ойнап жүр дейсің бе? Баланың сүті мен жүргөгін іздеп келген жоқпын ба? Енді қайттық, әкесі. Баланы қалай бағамыз деп деді сәбиді жұбатып тұрып. Бұл баланың әкесін баққан жоқсың ба? Мұны да бағармыз. Мен қора жақты қарап қайтайын деді Қуаныш, сыртқы киімін киіп жатып. Саған айтуға оңай, ол өз балам. Беретінім болды. Бұл шақалаққа не беремін? Ана сүтіне жетер не бар дейсің деп күрсінді Сара. Осылай арпалысып 3 күнді артқа тастағанда, бұл жолы күндіз тағы да көлік келіп тоқтады. Үйге Анар енді, қасында Жомарт ағасы. Ішке кіре Сараның қолындағы балаға жармасты. Апа, құлдығыңыз болайын, сәбиімді қайтаршы деп еңіреді. Қайтейін, ала ғой құлыным, мен бір тартып алғандай. Жылама балам, мә ала ғой деп қолындағы құндақтағы ұстата берді. Қолына баланы алған Анар құлап кетердей теңселіп барып, бойын түзеді. Сарада бір қолтығынан демеп әкеліп диванға отырғызды. Жомарт амандасып төрге озды. Сара дастарханның қамына кірісті. Мен ауруханада жатқанда анамның жасағаны ғой. Мен баладан бас тартқандай әкеліп тастағанын айтам да. Жоқ, бермеймін. Баламды ешкімге бермеймін деді Анар барлығына естірте. Сараның дайындаған асынан ауқаттанып алған Анар мен Жомарт жолға шықты. Өз қандары болса да баланы анасынан айыра алмады. Көлік ұзап кеткенше Қуаныш орнынан қозғалмады. 3 күндік шақалақты 3 күн баққан екеуі ат ұстар немересінің есімін қойып та үлгермеді. Өскенде өз тегі туралы біле ме, білмей ме, ол жағы беймәлім. Баласына деген ызадан Қуаныш жерге шырт-шырт түкіріп үйге беттеді. Сол кеткеннен Анардан хабар болмады. Уақыт сырлап өтіп жатты. Ұзынқұлақтан Анардың басқа жанға тұрмысқа шыққанын естіді. Бұл кезде Асқарда үйленіп, ата-анасына келін түсірген еді. Осымен хикаямыз тәмам. Тыңдағандарыңыз үшін мың алғыс.